10 см, бұл аштың 10 см қалды. Бұл АБЦ теңбері үшбұрыш болғандықтан, А бұл мен БЦ қабырғалары тең. Сондықтан бізде БД ол 10 см болады. Ал H пен HC тең болғандықтан, BH2, HD 8 болады. Сөйтіп AH2-ні тауып аламыз, яғни ол бізде 2 мен 8-ді көшіп аламыз. Сонда 16, 10 түбірасын тапқанда 4 см, сонда AH2 болады 4 см. Дұрыс па? Келесі екінші есепте 68-де. Бұл бізде жанамаға байланысты. Екінші қиюшыларға байланысты пропорционалды болды. Әлше осы ой тапсырмасы. Жеңілшесінен шеңберге ая жанамасы мен ВЕ қиюшысын жүргізілген бұл қиюшы шеңберді Б және С нүктелеріне қию өтеді. Егер С тең болады 5 см, ВЕ 4 см-ге, және Б нүктесі С мен Е нүктелері арасында жатса, АЕ-нің ұзындығы неге тең? Қандай форманы қолданыңыз? АЕ квадрат тең болады СБ дейсі. АЕ дегеніміз не? АЕ квадрат, яғни бізге не болады ол АЕ? Жанама квадраты кесіндердің көбісі. Жауабымызда не шешікті? 36. Жақсы, бәрімізде солай шықты ма? Жақсы, дұрыс тапсырмасы. Шығарған екенбіз. Енді біздер осы тарауда біз неміз дөңгелек соңғы тарауымыз. Белгілі есептер бойынша. Мен сендерге қазір практикалық тапсырма ретінде бүгінгі өтетін тақырыбымызды анықтап алу үшін, яғни периметрлері бірдей сіздерге, яғни барлық ұзындықтар бірдей, яғни периметр бірдей болады. Сіздер үш бұрыштар құрастырып, солардың өзіміз аудандарын білеміз, осылай ма? Фигуралардың аудандары. Қандай формулаларды білеміз? S тең болады, теңберлі үш бұрыштың ауданы, трапецияның ауданы тең болады. А және екі табанның кішіне үлкен табанның қосындысын екіге бөліп, оны биіктігіне жаңағы көбейтеміз. Трапецияның ауданы, үш бұрыштың ауданы. Саужан. Екіден бір А қосылған көбейтілген А деген не? Аша деген? аша деген ол Қабырға және сол қабырға түсірілген биіктік. Сосын егер де бұрыш арасында синус бұрыш болса, екіден бір А болып көбейтілген синус аша. Жақсы, сонда бізде үш бұрыштың неше формасы бар? Үш формасына тағы не формулар бар? Бұл қайсы ненікі? Егер де бір бұрыш 60 градусқа тең болатын болса. Бір бұрышқа 60 градусқа тең болады. Бір қосылған екі бөлінген Бір мен екіні көбейтілсін қосылған бұрышты. Тіктөрткіштің ауданы бермей. тіктөрткіш А деген не, Б деген не? оның қабырғалары. Яғни ұзындығы мен енінің көбейтілсі. Параграммның ауданы формасы. Ауданы аш. Аш болады. А, сосын Аш тең биіктік. сол қабырғаға түсірілген биіктік. Себебі бізде бір төбеден қабырғада екі қабырғасы болады. Шеңбер аудан табу үшін S тең болады, пи R квадрат. Пи R квадрат. Жақсы, біздер Герон формуласы. жақсы, Герон формуласы. Үш қабырғасы жүрміз. Тағы не ауданда как будет айтып маған? Квадраттың ауданы жақсы, да? Тағы да? Параграммның екінші формасы қандай? А көбейтілген H бөлінген. Үш бұрыштікі, жаңағы айтып кеттік. А мен H-ның көбейтілген. Синусына байланысты. Екі қабырғасының арасында синус бойынша қандай? Көбейтілген, сосын екі қабырғасы. Жақсы, осы фигура аудандарды. Енді бұлардың бәрінің периметрлері бірдей, барлық периметрлер 12 тең бар. Осыдан сендер үш бұрышты құрастырасыңдар. Қандай үш бұрыш құрастырасыңдар? Тең берілі ма, тең қабырғалы ма? Сол үш бұрыштың аудандары да бар. Түсінікті да? Сендер мына жерде біздерде 4 бұрыш 12 тең болады. Осыдан үш бұрыш құрастырыңдар да, сосын сол бойынша аудандары алыңдар. Қандай үш бұрыш құрастырасыңдар? 4 бұрыш құрастырасыңдар. Сендер қабырға
периметр 12, тік төртбұрыш аудан неше болды жаңа? Тікбұрыш үшбұрыш аудан. Неше болды? 6 болды. Енді сосын тағы да тең қабырғалы үшбұрыштікі. Аудан 2 просто 3. Мына? 2 просто 3. 2 3. Оны қалай есептейді? Ауданның формасы дұрыс па? 4 болады, сосын тағы не ауданда бойынша? Формуламыз бана айтып өттім. Тең қабырғалы үшбұрыштікі. Жасмесияға сен айттың ғой. Квадрат sonra аудан неше болады? Қандай есептеп отырсыңдар? Бізде тік төртбұрыш аудан неше кетеді? 8 кетеді. Сосын тік төртбұрышта квадраттың ауданы 9-ға тең болады. Жақсы. Сендерде 11. Ана жерде 9 түбіраш Қайда? 4-тің квадраты 16. 4 түбірашында 3. Енді 4 түбірашында шаманы неше кетеді? 1 тонна жерде 4-ке өтек. 6. Енді жақсы чын ода қабырғаларымыз бойынша тең беру үшбұрышта есептелген жаңа қабырғаларымыз. Керемет қабырғасында сосын ең әуелі шеңбердің ұзындығы бойынша радиусын тауып алыңдар, сосын соны per квадратқа қойып есептеп таптық. Жақсы. Енді қараңдар, біздер аудандарын салыстыратын болсақ, осы фигуралардың ішіндегі, мысалы, біздерде бірінші тең қабырғалы үшбұрыш қайсының ауданы көбірек? Дөңгелекті көп. Қараңдар қабырға бойынша, мысалы, үшбұрыштар бойынша. Мынау бізде 6 болды, 6 түбірасында 8 болды. Тең қабырғалы үшбұрышты басқаша сөзбен қалай деп айтады? Дұрыс үшбұрыш. Мына жерде тік төртбұрыш сосын шаршы. Шаршы қандай фигура? Қабырғалар тең, бұлай болса ол квадрат. Немесе квадратты қалай деп айтамыз бір сөзбен? Жаңа тең қабырғалы үшбұрыш не деді? Дұрыс үшбұрыш дейді. Енді мынау дұрыс көпбұрыш. Енді мына жерде бір барлық фигуралардың ішінде енді аудан тең болады, оны алдын сағат кеттік қойдайшы. Дөңгелектің ауданы ең үлкен болады. Өмірде кездесетін жағдайларды алдын сағат айтып өттік. Енді сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз дұрыс көпбұрыштар. Яғни жаңа фигуралардың ішінде периметрлер бірдей болғанмен ауданы ең үлкен болатыны қандай фигура екен? Дұрыс көпбұрыштар екен. Яғни үшбұрышты дұрыс үшбұрыш дедік, тең қабырғалы үшбұрыш. Сосын квадрат. Ол дұрыс төртбұрыш болады. Бізде дұрыс көпбұрыштар. Жаза қоямыз тақырыпты. Енді қараңдар, дұрыс көпбұрыштарды жаңа өзіміз айтылған тең қабырғалы үшбұрыш, квадрат және қабырғаларының санына байланысты біздерде көпбұрыштардың, яғни 6 бұрыш болуы мүмкін, 5 бұрыш болуы мүмкін, 8 бұрыш болуы мүмкін, 12 бұрыш болуы мүмкін. Енді осы көпбұрыштар шексіз үлкейген сайын қабырғалардың саны ол неге қарай жоқтайды? Ең соңында тапқан фигурамыз бойынша ең үлкен аудан бөледі. Дөңгелекке, яғни шеңберге ұмтылады екен. Себебі қабырғалардың, яғни үшбұрыштер, төртбұрыштер, одан кейін 6 бұрыш, 8 бұрыш, 12 бұрышты. Яғни қабырғалардың саны шексіз өскен сайын ол фигурамыз бізге шеңберге, яғни дөңгелекке жоқтайды екен. Бүгінгі мақсатымыз біздің дұрыс көпбұрыштар қабырғаларын, яғни жаңа периметрлер арқылы аудандарын салыстырып өттік. Сол бойынша ең дұрыс көпбұрыштардың барлық периметрлері бірдей болғанмен қабырғалардың саны бірдей болғанша, яғни дұрыс көпбұрыштардың аудандары үлкен болады екен. Көбіне сондықтан жаңа жер учаскесін алған уақытта немесе тағы жағдайларға көбіне сол квадрат тәрізді алуға тырысады. Яғни тік төртбұрыш пен шаршылардың қабырғаларын алған уақытта көбіне, яғни білетін кісілер шаршы түрінде алады, себебі ауданы өте ауқымдырақ болады жаңағы қабырғаларға байланысты. Енді осыларға шей сақтай салған шеңберлердің радиусын қалай формулаларды білеміз. Бүгін
қолданатын боламыз. Енді бағанадан бері дұрыс көпбұрыштар деп айтып жатырмыз. Осы дұрыс көпбұрыштарды біздерде Карл Фридрих Гаусс, яғни ол кезде ол филология факультетінің студенті болған, 18 жасында осы дұрыс n бұрыштарды салуды ойлап тапқан, 18 жасында. Ол қайтыс болған шағында өзінің құлпытасынан 17 бұрышты ойып салуды өтінген. Бірақ өкінішке орай бұл тілек орындалмаған. Бірақ яғни бірнеше жылдардан кейін Браунштейн қаласында Карл Гаусстың ескерткішіне сол өзінің жаңағы айтып кеткен өтінішін орындап 17 бұрышты ескерткішке ойып салған екен. Яғни бізде дұрыс көпбұрыштардың салу осы Карл Фридрих Гаусс. Карл Фридрих Гаусстың есімде да арифметика прогрессия. Енді біздерде көпбұрыш дұрыс көпбұрыштарды пайдаланылады. Неге дұрыс көпбұрыштар? Мысалы, квадраттың дұрыс төртбұрыш деп атаймыз. Басқа фигуралардан айырмашылығы? Қабырғалар диагональдары тең болады. Жақсы, қиылысу нүктесінде қатты және сол диагональдардың қиылысу нүктесінде болып табылады. Центр болады дұрыс жасында. Яғни кез келген фигуралар дұрыс көпбұрыштардан, яғни қабырғалардың центрлары соған сырттай және іштей соған шеңберлердің центрлары бірдей ортақ болады. Яғни осы қасиетке байланысты біздер сондықтан да яғни үлкен ерді біздер сырттай соған шеңбердің радиусы ретінде қолданатын боламыз, кішкентай ерді іштей соған шеңбердің радиусы ретінде қолданатын боламыз. Неге осы дұрыс көпбұрыштармен жеке танысып бөлек тақырып ретінде салған деп ойлайсыңдар? Қайда кездеседі? Осы алты-бұрыш, осы төрт-бұрыш, осы өмірде кездеседі ме? Қайда кездеседі? Жер салу кезінде. Жақсы, оны жаңа айтып өткен. Табиғатта. Мысалы, кристалдар болады, химияда бір не элемент бар, не дейді? Яғни дұрыс көпбұрыштар мысалдар бар. Дұрыс көпбұрыштар деп айтамыз. Жаңағы не дейді? Алты бұрышты кристалдар бензолдың молекуласы дейді, дұрыс алты бұрышты неге құралдар. Кристалдар, алты бұрышты. Және алты бұрышты тағы неден көреміз? Дұрыс көпбұрыштар. Бәріміз тәртіп жақсы көреміз, пайдалы, бірақ сол тәртіптің ішіндегі ең тәртіп пайдалысы не? Бал арасының өзінің алжимен арасының өзі, яғни дұрыс көпбұрышты береді екен. Тағы не бересіз? Болттарда дұрыс айтасың, өте жақсы. Болттарда есеп олар, яғни дәйкелеп орайында дұрыс көпбұрыштар жасалады. Жақсы, тағы да қайдеңіз, қыздар. Ой, өрнегі құрағанда дұрыс көпбұрыштар пайдаланбайды ма? Дұрыс үшбұрыштарды пайдаланады да? Не десе? Коробкалар. Ебенге не деседі? Коробкалар деседі деген уақытта да, яғни дұрыс алты бұрыш түрінде жаңағыдай, яғни өмірде кездесетін жағдайлар осындай жерде сөйлейді. Мына жерде дұрыс көпбұрыштарды біздерде мынандай алты бұрыштар төселеді ме осы айтып? Және біздерде бар кетіміз одан кейінгі жаңағы табиғатта кездесетін жаңағы мынау мұхиттың заттарды жаңағы формулалары береді екен. Және біздерде ғарышкерлердің өздері сол жаңағы дұрыс көпбұрыштар. Және біздің заманауи архитектурада мынау біздерде Белоруссиядағы ұлттық библиотека қандай формула? Мына жердегі, яғни коттедж ставрополя дейді, яғни архитектурада өте көп кездеседі. Яғни тұрмыста, техникада міндетті түрде сондықтан қолданатын болғандықтан біздер осы дұрыс көпбұрыштар. Енді мына жерде фигуралар қайсы дұрыс көпбұрыштар болады? Үстіндегі. Неге? Сақырымызды, дәптерімізді ашып, кітабымыздан қаралайық, дұрыс болып қарап өтейік. Дұрыс көпбұрыштардың анықтамасы неге берілген?
түседі. Ал ол дұрыс болу үшін не болу керек? Екі шарт қатар орындалу керек. Сол естеріңде болсын. Түсінікті ма? Яғни қабырғасы да тең болу керек және бұрыштары да бірдей болу керек. Екінші жағдайда бұрыштары бірдей, бірақ мына жағдайда бұрыштары бірдей. Мынаған не керек? Қабырғалар бәрі бірдей болады. Не болады? Қабырғалар бірдей болатын қабырғасы. Ромда. Яғни неге ол дұрыс емес? Себебі бұрыштары. Яғни бұл біздің жаңағы дұрыс көпбұрыштар бүгін жатыр. Табиғатта көп кездесетін болғанда, енді осы дұрыс көпбұрыштарды мен дұрыс үшбұрыш, дұрыс төртбұрыш сымтығыда барлық қабырғасы және барлық бұрыштар міндетті түрде тең болу керек. Көп кездесетін есепте шығаруда кездесетін құрылымдар кездеседі. 8 бұрыш, 10 бұрыштар ол тек қана жаңағы осы тақырыптың ішінде кездеседі, басқа жағдайда есепте қолданылмайтын болады. Енді осы формулаларды жазып алайық. Дұрыс n бұрыш деп тұр. Көрдіңіздер ме? Неге n бұрыш деп тұр? Қабырғалардың саны яғни n-дан 3 болса ол 3 бұрыш болады. 4 болса 4 бұрыш болады. Формулаларын жазып ала қояйық. Қазір осы формулаларды қолданып кітапта да бар. Яғни дұрыс n бұрыш, яғни 3 бұрыш, 3 қойсақ 3 бұрыш болады. 4 бұрыш, 4 қойсақ 4 бұрыш болады. Формулаларды жазып ала қояйық. Барлық бұрыштардың қосындысы. Барлық бұрыштардың қосындысы n минус есептер шығару барысында мысалы А үшбұрыштың қабырғасын қалай деп белгілеймін? А үш деп белгілеймін да. Мынау яғни үшбұрыштың қабырғасы деген. Ал төртбұрыштың қабырғасы А төрт деп айтамын. Себебі неге А әрпін белгілеп басқа әрпен қабырғалардың саны бірдей болады да қабырғалар. Сондықтан айтамыз. Енді мына жерге сырттай сырған шеңбердің радиусы R болады. Яғни мына жерге біздер үшбұрышқа сырттай сырған шеңбердің радиусы деп аламыз. Кішкентай R болатын болса іште сырған шеңбердің радиусы. Соған сәйкес R төртеді. Бұларды қазір өзіміз бәрін формуласын өздері шығарылатын болсында жазып алдық па формулаларды? Біздерде енді кітапта ауызша есептер берілген тақырыбымызда бастапқы жазып бірінші осы формулаларды қолданып енді мынау дұрыс формулалар
Yani üç burçlu bolатын bolsa biz üçtü koyamız. Üç teknik alganda belgili sanдар boyunca belgili koyamız. Üç teknik alganda. So'sin üç болады, алпыс градус. Yani üç burçтың барлық burçlar неше градустан екен сөз? 60 градус. Ал енді орнына 4 қойсақ. 4 teknik alamыз 2 бөлінген 90 градус болады. Түсінікті ғой да есептегенде. Яғни мынау кез келген мысалы осы аятта 6 burçтың burçтарын есептей аламыз және 10 burçтың 12 burçтың осыған қойып есептейтін болсақ, үйге 4-ке 100 бірінші есеп, 100-ші есеп. Үйге ол. Себебі burçтардың орындарына қоясыңдар да енді қараңдар. Бұл жерде не істейміз? Барлық burçтар нешеде екен? Мысалы 120 градус, 120 градус деп берілсе, біздер мына айының орнына қойып, жаңа 60 шықты ғой, көріпсіңдер ма? Осы формулада біздер n-ді табамыз. Сендерде неше burç? 8 burç па, 10 burç па соны есептейсіңдер. Түсінікті ма? Яғни бұл 4-те 100-ші есеп үйге. Енді қазір осы өткен тақырыптар бойынша айтсаңдар маған. Мынау бойынша жаңа өткен тақырыбымыз бойынша қайталап өтеміз. Дұрыс көп burçтар мына жерде сан айтады. Қалғанымыз қанша отырамыз? 6, 9, 2, 8. Болды ма? Келесі екінші тапсырма бойынша маған жауап береді. En мәні бойынша en бұрышты бұрыштан сәйкессіңдер дейді. En 6 20 градус қойды. Жақсы. En 6 болған болса қабырғаларын саны 6 болса бұрыштар 20-ға тең болады. Жақсы. Сосын En 5 150. 150-ге тең. Жақсы. En 8 180. 180. Тексеріп қарайық. 20 дұрыс болды ма? Дұрыс. Мына жерде 180. Ендесіміз наоборот керісінше 180 жүрді да. Қабырғалар саны ескерген уақытта есептейміз дейді. Мына жерде 130 есептейміз. Түсінікті ғой да? Жаңағы формулаларды қойып есептейміз. Енді келесі бұл бұрыштары берген осы бұрыштардың қабырғасын таба қойыңдар. Айын 9 болатын болса қабырғалар саны 90 болатын болса 4 болады. Азиза қалғаныстан фотояқ ары қарай айтау. Яғни 50 градус болатын болса. Жаңа формулада тегі жазды да? Енді. Формуланы қарайды. 8. Бұл да жақсы қарап отырамыз да, сосын? 135. Жаңа ғана осының алдында айтып өттік қой да? 63. Жаңа ғана біздер айтып, яғни 90 дұрыс болды. Бізде 120 сол қабырғасы 12 болса еді. Мына жерде 35 жаңа осының алдында айтып өттік қой, біздер қабырғалары саны сарақсы тыңдап отыруымыз керек. Жақсы қарайсыңдар, орындап өттік жаңағыдай. Енді біздерде қазір сендерге тапсырма. Жаңағы берілген формулалар бойынша біздер не істейміз енді? Жаңағы формулалар қабырғалары бойынша жалпы мысалы сендер тек қана үш burçтар бойынша формуласын табасыңдар. Сендерде n-нің мәні беріліп тұр. Жаңағы жалпы формуласын жаза қоясыңдар да үш burç бойынша қабырғаларының радиустарын табу формуласын жаңағы берілген формулаға мына жерде өздерің уже қабырғаларының радиустарын таба қоясыңдар. Түсінікті ғой? Яғни мінекей қабырғалардың саны жалпы формуласын жазып қоясыңдар. Жаңа берілгенде екеуіне де мынау уже не бойынша дейді? Үлкендер бойынша және кішкентайлар бойынша қабырғалардың саны. Яғни бірінші жерде үлкендер бойынша, екіншіде кішкентайлар бойынша қабырғалар.
Енді біздерде білесіңдер, дәлелдеулер өтпейді, соңына тек қана формуланы жаттап аламыз да, сол формуланы қолданып шығарамыз. Қабырғасы айы формуласы бойынша әйелдің формуласын жазып қояйық. Көрінеді ма не дейміз? Қайттан көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма? Кітапта бар. Көрінбесе деймін. Тек қана формулаларын жазып, мінекей R және үлкені кішкентай R болса не бойынша? N орнына нені қоямыз?
Ана жерде болса сен ештеңе болған жоқсың, мен радиосын берейін. Ат көшін ештеңе болады, міне екі. Сән мен 45 классында мен бірді қойдым, екі модел қойды, ол кейін тұра берсін. Сонда сенде екі әр болады, түсінсіз ба? Екі әр болды. Сонда ат өзін тектен болады, кішкентай бойынша екі әр осы форма шықты ғой. Үлкен әр бойынша жадында. Сенде шартына үлкен сендерге мінекей радиус болу керек, іште сылған үлкен әр бойынша міне жаздық бізде да. Екі түбірасында мынау төрт бұрышқа сырттай сылған теңдер бойынша жазылуы, мынау іште сылған теңдер бойынша жазылуы. Міне болды, біздер осы форманы қорытып шығардыңдар өздері. Форманың орындарына қой. Енді сендерге мен қазір тапсырма берейін деп тұрмын. Бұлардың орындарына қоясыңдар да жаза қоясыңдар. Болды. Мінекей мына жерде уже сендерде радиус беріліп тұр, қазір сурет кейін. Жаңа формулар қорытып алдық қой бәрі. Енді осы қорытылған формуларға ат-өрттің мәні, міне ат-өрт ағаш болса, мына жерде формуласын жазып қоясыңдар. Сосын бар R-дің мәні беріліп тұрсыңдар ма? Егер R-дің мәні берілетін болса, көрсетейін бір мысалды. Тақта ана біреуін көрсете қояйын. Қайсың көрсетейін? Сендерде үште төрт бар. Ең соңғысын көрсете қояйын. Нағыз бесіншісі да. Біздерде мына жерде AN-інші деп тұрсай ма? AN-інші тең болады 8 түбірасында 3-тің. Мен қабырғасын білмеймін, түсінді ма? Міне мына берілген шарты. Сендерде бірінші топ жаңа 3 бойынша, екіншілердің 4 бойынша, 6 бойынша есептесіңдер қарап аласың. Жаңа формуларды қолданады. Кішкентай нешеге теңдейді? 4-ке теңдейді. Яғни жаңа формуланы жазамын. Менде AN-інші тең болады, не болды жаңа? 2R синус түсінді ма? Мен мына жердегі N-ің мәнін білмеймін. AN-інші деп тұрма. Түсінді ма? Енді мына форманы қойса мен таба аламын ба N-ің мәнін? Жоқ, маған баяна таңгет сақын шалды. О, дұрыс айтасың. Кішкентай R. Себебі не деп тұр ана жерде? Кішкентай R-дің мәні берді. Мен мына форманы қойсам таба алмаймын. Енді кішкентай R бойынша ол не болды? Міне, мына R-дің нешеге тең? 4-ке тең. Мынау 8 түбірасында істесем, яғни осы формуланың орнына қоямын. 8 түбірасында 3, тең болады 2, 4, көбейтілген таңгет 180 бөлінген. Енді қараңдар, ең төрті. 8, екі жағын 8-ге бөліп жіберсем. Түбірасында 3 тең болады. Таңгет 180 бөлінген. Түсінді ма? Менде не беріп тұр сол шартты? Жаңағы екі формула қолданып тек қана көрдіңіздер ғой да? AN берсе мен AN-ның орнына қоямын, үлкен L берсе үлкендердің орнына қоямын, N берсе L-дің орнына қоямын. Түсінді ғой? Менде мұнда кішкентай R тұр, AN-ді олай болса мен N-ді табуым керек. Мынаны осында болсам таба алмаймын. Екі берсе R-ді N-ді. N-ің мәні 3 ба? N-дің мәні 3. Неге? Таңгет 60 градус. Дұрыс айтасың. Яғни N-дің мәні 3. Біздерде N-дің орнына 3-ті қойсам, таңгет 6 түбірасында 3-ке шегеге білеміз ба? Олай болса мен N-ді тауып алдым. Түсінді ма? Яғни тауып алған N-дің орнына мен мына районға әкеліп 3-ке басып түсінді ма? 3. Енді сол 3-ті тауып алдым, үлкен R-ді тауып үшін не істеймін? Мына жерге әкеліп, яғни A3
Thank you.